болжау керек оқушылар. Осылар көңіл аударуымыз керек. Одан кейін екінші мақсат алдық. 5-2-6-1 тірек сөздерді дұрыс қолдан иллюстрациялы сипаттау. Яғни оқылымның бірінші жай ғана сипаттау. Жай ғана сипаттау, бізде басқа беруге біздің құқығымыз жоқ. Міне мысалға біз болжау деп алып, ана жақта тапсырмалардың ішіне мысалы қолдану, ажырату, салыстыру деген нәрсені берсе, ол біздің мұғалімдіктің мынандай екен. Яғни мақсатымыз дұрыс қолданып тұрған жоқпыз. Болжаумен, яғни осыған мақсатқа байланысты тапсырма береді екен. Одан кейін тірек сөздер қолданып иллюстрациялы сипаттау дейді. Дұрыс па? Иллюстрация яғни суретпен жұмыс. Иллюстрация міндетті түрде сызба, сурет. Одан кейін бұл анықталады ғой, енді сабақ мақсаты шығады. Сабақ мақсатын қараңыздар, бірінші барлық оқушылар берілген тірек сөздерді қолдана отырып мәтін мазмұнын болжайды. Барлық оқушылар иллюстрация тұрғысынан сипаттайды. Енді мына жерде екі мақсаттағы берілген етістіктер қолданды ма? Қараңыздар осыған внимательно қараңыздар. Екі мақсаттағы берілген етістіктер болжау, сипаттау. Екеуі де бар. Яғни екі мақсатты барлық оқушылар қамтиды деген сөз. Екі мақсатты да барлық оқушылар қамтиды деген сөз. Одан кейін екінші басым көпшілік, соның ішінен кейбір орта, мынау негізі нашар оқитындар, мынау орта, мынау жоғары дағдылар ғой. Басым көпшілігі мәтіннің мазмұнын әртүрлі суреттерге сүйеніп, иллюстрация суреттерге сүйеніп, сипаттап, сұрақ жауап арқылы айта алады. Неге айта алады? Себебі біз оқылымда тыңды айттық, айтылымда алдық. Енді үшінші қараңыз, бұдан кейін мына үш